1 мамыр Қазақстан халқының бірлік күні құтты болсын. Саламатсыздар ма? Мен 21 жалпы білім беретін мектептің тарих пәні мұғалімі Мұратова Айман Темірханқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз татулық, тұрақтылық белгісі. Бірлік пен келісім Қазақстанның ең мықты құндылығы. Татулық мәдениет. Татулық жай ғана тыныштық емес, халық санасына сіңген мәдениет пен өмір сүру дағдысы. Жалпы Қазақстанда қанша ұлт өкілдері өмір сүреді? Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілдері өмір сүреді. Олардың ішінде қырғыз, өзбек, татар, әзірбайжан және орыс ұлттары бар. Жақсы, келесі кезекте жағдаятқа байланысты сұрақтар. Неліктен бірлік маңызды деп ойлайсыздар? Егер де сыныптарыңызда татулық болмаса, не болар еді? Егер сіздер сыныптастарыңызбен ренжісіп қалған жағдайда не істер едіңіздер? Осы сұрақтарға жауап береміз. Мен қазір мына парақты таратып беремін. Сол парақтарға өздеріңіздің ойларыңызды жазып, сол жерде айтасыздар. Келесі кезекте сіздердің алдарыңызға берген сұрақтарымызға жауап берсек. Егер де менің сыныптасым басқа ұлттың баласын келеміз деп мазақтайтын болса, мен ол досымды жеке шақырып алып, бұл ісің дұрыс емес екенін дәріптеп жеткізіп, және де оның ештеңкесі жақсы екенін айтып, қазірден барып кешірім сұрауды талап ететін едім. Топтық жұмыс кезінде бір оқушы бөлек отырса, не істейтін едің? Егер де мен топтық жұмыс кезінде бір оқушы ешкіммен сөйлеспей бөлек отырса, мен оны міндетті түрде топқа қосуға тырысар едім. Себебі кейбір балалар ұялшақ болып келеді, не болмаса өз ойын айтуға, толық жеткізуге қорқып келеді. Мен оған жылы сөйлеп, бізбен бірге жұмыс істейсің бе деп қолдау көрсететін, және оған шағын тапсырма беріп, сол тапсырманы бірге орындайтын едім. Сонда ғана ол өзін топтың мүшесі ретінде сезінеді. Татулықты нығайту үшін біз бір-бірімізді сыйлап, қолдау көрсетуіміз керек. Ешкімді шеттетпей, маңызды, және де егер сыныпта бәрі бір-бірімен көмектесіп, жақсы қарым-қатынаста болса, онда ортада жайлы әрі достыққа да толы болады. Татулық бар жерде, түсінікте жақсы нәтижеде болады. Мектепте жаңа оқушы келді, бірақ ешкім онымен сөйлеспейді. Сен қандай қадам жасар едің? Мен ең алдымен өзім барып танысар едім. Аты жөнін сұрап, қайдан келгенін, неге қызығатынын білгім келер еді. Оны үзілісте немесе сабаққа қасыма шақырып, бірге отыруды ұсынар едім. Сондай-ақ сыныптағы басқа достарыма да оны таныстырып, ортаға қосуға көмектесер едім. Сыныпта бір оқушы жиі ренжіп, басқалармен келіспей жүреді. Оның мінезіне қалай қарар едің? Оның мінезіне түсіністікпен қарар едім. Мүмкін оның өзінің жеке мәселелері бар шығар. Татулықты сақтау үшін қандай жол ұсынар едің? Татулықты сақтау үшін мен сабырлықпен шешуді, жанжалдан қашуға тырысар едім. Егер сыныпта екі оқушы сөзге келіп қалған жағдайда, мен ең алдымен екі жақты да сабырға шақырар едім, және де не себепті сөзге келген анықтар едім. Сыныптың бірлігі сыныптың ауызбіршілігі үшін ең маңызды. Сыныпта топқа бөлінгенде кейбір оқушыларды ешкім таңдамай қояды. Мұндай жағдайда не істеу керек? Біріншіден, топқа бөлуді тек оқушылардың өзіне қалдырмау керек. Мұғалім немесе жетекші араласып, әділ түрде топқа бөліну қажет. Екіншіден, таңдалмай қалу жағдайын болдырмау маңызды. Егер бәрібір сондай жағдай болып қалса, оны жұмсақ түрде түзету қажет. Егер достардың арасында түсініспеушілік болып, олар сөйлеспей алатын болса, оларды татуластыруға тырысар едім. Russia!
Біз біргеміз, біз мықтымыз, татулық біздің таңдауымыз. Бірлік бар, береке бар, ынтымақ елдің айнасы, тату ел, табысты ел. Бір ел, бір тағдыр, бір мақсат, бірлік берекенің бастауы. Тату ел, табысты ел, әр ұлт бір шаңырақтың астында.